Das Alphabet. Das Alphabet. Неміс тілі алфавитінде 30 әріп бар. Және неміс тілі алфавиті ол латын графикасына негізделген. Неміс тіліндегі 30 әріптің 26-сы ағылшын тіліндегі әріптер сияқты жазылады, бірақ айтылуында айырмашылық бар. Сондай-ақ неміс тілінің өзіне тән 4 түрлі әріп бар. Бірінші әріп неміс тіліндегі А әрпі. Байқаған боларсыздар, ағылшын тілінде бұл әріп A деп оқылады. A. Неміс тілінде, орыс тіліндегідей А деп оқылады. Аффел. Аффел. Келесі әріп Б. Б. Баль. Баль. С. С. Компьютер. Компьютер. Д. Д. Deutschland. Deutschland. Э. Элефант. Элефант. Ф. Фиш. Фиш. Г. Гельд. Гельд. Х. Хаус. Хаус. И. Игель. Игель. Йод. Яке. Яке. К. Kind. Kind. L. Lampe. Lampe. M. Maus. Maus. N. Nudel. Nudel. O. Obst. Obst. P. Park. Park. Q. Quittung. Quittung. R. Radio. Radio. S. Zone. Zone. S әрпі сөздің басында тұрғанда, одан кейін дауысты дыбыс тұрса, з әрпіне ұқсас айтылады. Мысалы, зоне. Т. Тиш. Тиш. У. Ур. Фау. Фогель. Байқап отырған боларсыздар, ағылшын тілінде бұл әріп V деп оқылады, V деп. Бірақ неміс тілінде фау деп оқылады, фау. Және көп жағдайда орыс тіліндегідей орыс тіліндегі Ф әрпіне ұқсас дыбысты береді. Фогель. Келесі В. Вассер. X. Ксилофон. Y. Йога. Z. Цебра. Енді неміс тіліне тән әріптерге тоқталайық. Бұндай 4 әріп бар. Соның біріншісі А-умлаут. А-умлаут деп аталады. Ал оқылуында
Бұл орыс тіліндегі экскаватор, элеватордағы дыбысы сияқты оқылады. Мысалы, бидайдың масағы неміс тілінде әрі. Келесі неміс тіліне тән әріп умляут. О әрпі жоғарғы жағында 2 нүктесі бар. Бұл әріп қазақ тіліндегі әрпіне ұқсас. Өл, майдың немісшесі өл. Келесі әріп умляут деп аталады. Бұл әріп қазақ тіліндегі дыбысына ұқсас дыбысты береді. Өбүнг. Сол себепті қазақ тілін білетін адамдарға бұл әріптерді айту қиындық тудырмауы тиіс. Сондай-ақ неміс тіліне тән 4-ші әріп SZ. Бұл әріп сөздің басында тұрмайды, сөздің ортасында немесе соңында тұрады, және қатар тұрған дыбыстарын береді. Штрассе.